Сәлеметсізбе балалар. Бүгін біз сіздермен оқулықтың 96-97 бетіндегі материалдармен жұмыс жасаймыз. Тақырыбымыз сан есім, лексикалық тақырып ғаламшар құпиялары. Бүгін біз сіздермен мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып жауап беруді үйренеміз және сан есімдерді таба аламыз. 96 беттегі 49 мәтінді оқып алып, сол мәтін бойынша неге, неліктен сұрақтар мен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыруыңыз керек. Ол қалай болады? Мысалы, мәтінді толық оқып аласыздар. Одан кейін қазір мен бір үлгі ретінде бір сұрақ құрастырайық. Мысалы, мына жерде айтады: сапырылысқан газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да, осы ғаламшардың үстінде ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Міне қараңыздар, мынау Юпитер. Сырттарына қарасаңыздар, әдемі әшекейлер бар, я? Оның неліктен пайда болғаны міне мына осы мәтінде түсіндірді. Яғни газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады екен. Содан осындай әшекей пайда болады екен. Енді осы мәтінді сұрақты пайдаланып, мен шешім табуға бағытталған сұрақ құрастыра аламын. Мысалы, Юпитердің бетінде неліктен әдемі әшекей пайда болады? Міне бұл шешім табуға бағытталған сұрақ болады. Жақсы. Екінші, сан есімі бар сөйлемді сөйлем мүшесіне талдауды үйренейік. Мүмкін сіздердің естеріңізден шыққан болар. Қазір біз соны қайталаймыз. Мысалы, осындай бір сөйлем алсақ: Әсет үшінші ертегіні оқып болды. Сөйлем мүшесін біз үнемі неден табатын едік? Баяндауыштан табатын едік. Баяндауыш оқып болды. Екі рет сызам. Неден жасалды? Етістіктен жасалды. Енді осы іс әрекеттің иесі кім? Мен содан сұрақ қоям. Оқып болған кім? Дұрыс айтасыңдар. Ол Әсет. Кім деген сұрақ қойылды? Демек, бұл бастауыш. Бір рет астын сызамын. Енді Әсет нені оқыды? Нені? Кімді нені? Бұл табыс септігінің сұрағы. Сондықтан ол бізде не болады? Толық дауыш болады. Мен оны үзік сызықтармен сызамын. Енді нешінші ертегіні? Үшінші ертегіні. Ол бізде анық дауыш болады. Мен оны ирек сызықпен сызамын. Міне мен сөйлемді сөйлем мүшесіне талдадым. Сізде кейінгі тапсырмаларда осындай тапсырма келеді, сондықтан мұқият тыңдап алыңыздар. Енді сан есімнің түрлері туралы өткен материалдарды есімізге түсіріп алайық. Сан есім ең басында есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім оңай. 1, 10, 1000, 100 мың. Яғни оның жанында ешқандай жұрнақтары жоқ. Түбір сөзден жасалған сан есімдер, олар есептік сан есімдер. Ал реттік сан есімдер, оларға нші, оншы, нышы және ніші деген жұрнақтар жалғанады. Мысалдарды көрейік. Мысалы, бірінші деген сөзде түбірі қайсы? 1. Ал жұрнағы нші. 10-шы деген сөзде түбір 10, жұрнағы ыншы. 7-ші деген сөзде түбірі 7, ал жұрнағы ніші. Нші емес, ніші. 6 деген сөзде түбірі 6, жұрнағы нышы. Міне сіздермен 4 жұрнақты да біз көріп шықтық. Келесі түрі дара сан есім және күрделі сан есім болып бөлінеді. Дара сан есім есептік сан есімге өте ұқсас, бірақ олар бір сөзден тұрады. 5, 9, 8, 100 бір ғана сөзден тұратын сан есімдер. Ал күрделі сан есімдер бірнеше сөзден тұруы мүмкін. Мысалы, 1000 екі сөзден тұрды. 18 екі сөз қолданылды. 18 деген бір сан, бірақ екі сөз қолданылды. 1604 деген де бір сан, бірақ ол 4 сөзден тұрды. 100 миллион ол екі сөзден тұрды бұл сан.
осындай 1, 2, 3, 400-ден тұратын сан есімдерді күрделі сан есімдер дейді екенбіз. Осы ережелерді бүгінгі тапсырмаларды орындауда қолданасыздар. Сау болыңыздар.